Соңғы күндері Тұрсынбек Қабатовтың жеке өмірі жайлы ел арасында түрлі әңгіме тарап кетті. Әзілдерімен миллиондарды күлдірген өнерпаздың бұл жолғы жаңалығы күлкіде емес. Нақты не болды? Бұл жай ғана сөз бе әлде шындық па? Тұрсынбек Қабатов тек қана әзілкеш емес, ол продюсер, шоумен, қазақ эстрадасының ең танымал тұлғаларының бірі. Жұрт оны әрдайым көңілді, отбасылық құндылықтарды жоғары қоятын азамат деп таныды. Дегенмен соңғы уақытта оның отбасына қатысты бейресми мәліметтер тарай бастады. Әлеуметтік желі қолданушылары оның соңғы жазбаларында әйелімен түскен суреттері азайғанын байқаған. Бірнеше бақ өкілдері екеуінің бөлек жүргенін айтады. Ресми растау болмаса да, бұл жағдай көрермен арасында түрлі сұрақ туғызды. Кей деректерде бұл шығармашылық жолындағы өзгерістер мен жұмыс кестесінің тым тығыздығынан болған деп айтылуда. Ал әзірге бұл ақпаратқа нүкте қойылмады. Ал желідегі Мөлдір Мұханның әрекетіне қарайтын болсақ, ол өзінің өмірінде қорлық көргенін көрсетпек болған секілді. Клибінде түскен жас баламен өлең айту арқылы нені жеткізбек болды екен? Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға бөлісе кетіңіздер. Біз алдағы уақытта тек ресми және нақты жаңалықтарды жеткіземіз. Тұрсынбек Қабатовтың шығармашылық өмірінде де, жеке өмірінде де алда не болатынын бірге бақылайық. Каналға жазылып, қоңыраушаны басыңыз, ең алғашқы болып біліңіз.